Әдебиет адамдардың қарым-қатынасын зерттейтін ғылым. Ол әрине Шекспирден Сервантеске, Джейн Остиннен Джеймс Джойсқа дейінгі ұлы жазушылармен және мәтіндермен, грек пьесаларымен, романтикалық поэмалармен, қараңғы сарайлардағы готикалық романдармен тығыз байланыста. Дегенмен, ауқымы одан да кең. Әдебиет сөз саптаудың жарқын түрлеріне және әлем туралы жаңаша ойлауға жол ашады. Бұл бізге сыни тұрғыдан қалай оқу керектігін көрсетеді, тіпті неліктен оқып жазатынымызды сынға алуға баулайды. Ең бастысы, ол идеяларды қалай және неге алмасатынымызды зерттейді. Сонымен, әдебиет зерттеушісі үшін адам аралық байланыстың барлық түрлері мәтін болып саналады және сыни зерттеудің өзегі бола алады. Рэп мәтіні, жарнама тілі, сүйікті фильмдер, хикаялар, поэмалар, күнделіктер, хаттар, тіпті әлеуметтік желідегі үнемі жаңарып отыратын статустарымызда идеялар мен тәжірибе алмасуға деген құштарлықтың өнімдері, және олардың әрқайсысы адамдардың әлемге деген көзқарастарын көрсетеді. Сонымен, әдебиетті оқу бұл жеке адамдардың, шағын қауымдардың, тіпті тұтас қоғамның күрделі құндылықтары мен мәселелерін түсінуге арналған қақпаны ашуға пара-пар. Ол бізге санамыздың ішінде басқа біреудің кебін киюге, жақсы әрі шаттыққа толы өмір сүруді, немесе жай ғана өзгеше өмір сүруді елестетуге мүмкіндік береді. Әдебиет күрделі болғандықтан, біз оны декодтауымыз керек, және 19 ғасырдың басында жазушылардың өздері жазбаша сөзге көзқарастың жаңа әдістерімен тәжірибе жасай бастады. Қазіргі әдеби сын Уильям Уордсворт сияқты романтиктердің поэзияға анықтама беруге ұмтылуы ретінде дүниеге келді. Лирикалық балладаларға жазған алғы сөзінде Уордсворт оқырманның емес, поэзия мен ақынның қарым-қатынасын зерттеді. Ол ақындардың қандай тіл қолданылуы керектігін және олардың сөздерін адам санасы қалай түсінетінін зерттеді. 100 жылдан соң әдеби сынның ауқымы кеңейіп, әдебиеттің пайда болған тарихи және мәдени ортасын түсінуге тырысатын жаңа ой мектептері пайда болды. Мәнмәтіндер де өзгере бастады. Терри Иглтон сияқты марксистік сыншылар әдебиет өз заманы мен мәдениетінен тәуелсіз емес, керісінше. Басқа ойшылдар әрбір автордың қоғамдағы үстем идеологиялардың әсерінен өзі туралы түсінігінің қалай туындағанына сүйене отырып, тұлғалы қалыптасуға зер салды. Ғажайыпқа баланған белгілер еңбегінде сыншы Хоми Бхабха постколониялық әдебиетте кең етек жайған отаршылдықты қолдаушы пікірлерді қарастырды. Олардың қалай бұрын отарланған субъектілердің отарлаушыларға қарсы кері қолдануына және оны түп тамырынан жоюға парадоксалды түрде серпін бергенін айқындап көрсетті. Әйел болып тумайды, әйел болып қалыптасады деп оқырған Симона де Бувуар және Джудит Батлер сияқты феминистік сыншылар біздің гендерлік идеяларымызды жаңаша зерттеуге алды. Батлердің гендерлік мәселелері еңбегі тұлғалық ой түзудің туған кез емес, уақыт өте мәдениет пен қоғамға жауап ретінде қалыптасатынын қуаттайды. 1960 жылдардан бастап сыншылардың жаңа буындары мәтін авторларынан назарын өзгерте бастады. Бұл постструктуралистер автордың әуелгі ниетінен, пиғылынан гөрі онда айтылған ойларды интерпретациялауға бет бұра бастады. Ал Роланд Барт автордың өлімі және оқырманның дүниеге келуін жариялап жатқанда, Мишель Фуко өзінің білім археологиясында мәтінді дұрыс оқудың бірегей тәсілі жоқтығын ұсынды. Екі сыншы үшін де мәтіннің бірнеше қарама-қайшы интерпретацияларының маңызы әдебиетте әмбебап болып көрінетін шындықтарға, тіпті шындық идеясына күмән келтіргендіктен аз болмады. Әдеби сын біздің әлем туралы ойлауымызды және оны қалай бірыңғайлау керек екенін қарастырды. Бұл біздің кім және қандай екенімізді түсінуге көмектеседі.